Үсті-үсті жігіт дегендей қарап қалды ауыл маған. Ауылдан аттандым мен құсқа мініп, самға ұшқыш қазақтың көбіменен. Жүрушінің кездеспей көбіменен, берерімді елме бер бөлем. Мұнау алып құстың қанатымен, кен өркеме кетейін сүйіммен. О, шығыс, жерімде емес, көгімде емес. Үмілі бұқтармама көңілденек, аспаныңа жырсыза ұшып барам. Құс болып, сенің ұшқан темірменен, керемет қой өмірдеген. Мұнау жатқан, бақа көл, зайсаным ба, шығыстағы кішкене, байқалым ба. Қош жанары шығыстың сияқтауды, қош жанары ұшқышым, байқалым ба. Қой абай даласы абайлаған, семей десе абай деп қарайдадам, қолынан қаламның баратын тұсы. Абайдың арбағына қарайлаған. Айқай заман арқанының даласынай, даласынан қаласы жарасуай. Қобада арқанның арасындай, боп қалған жасаңгөз жасы байы, бабаларды құтыған сабасындай. Қайтып, ертіс ардаңа арасын жай, сұрап бұл сапырып, аласырмай. О, ғажап, өзімсің көкше деген, бұлттарын ақын айтқан кешпелелер. Біржан ба, тасқа барып өзгенемен, көпеге сынақтайын көлдерімде сәкеннің аққулары кестелеген. Көкше тау, ән отауы жыр отауы. О, ғажап, осы екен ғой, көкше деген. Армысың атырауым озаңдалап, Каспийменен жайықтан кез алмаған. Ұмыттың ба бір сонау кездеріңді, арман менен елеспен ажар қалған. Бармысың атырауым озаңдалап, құлан жұртса құмыңды кезе алмаған. Түйе орны қолымде ақбал алар, мұнаралар мойны созар маған. Аяулым Ақмолаға ұсынды бұр. Мұсатпен жерде біраз дамылдауға, жап-жапалақ жауырыны жатыр дала. Ақындан алапат батыр дала. Ақмола мен Қостанай арасында дән өскен тақырғада ерекше ау жаралысын заттың дала. Ақын мен батырларды жерме бол. Әлі аман келді елме бол. Оқ еткен айдынды ал күні. Ойылма, бұл маңның ырғысыма, бәрі дағы бермесіз қырмызыға. Бір пенде де бас емей өте алмайды. Жерде жанған шығанақ жұлдызына, сәнсіз сәлем Ақтөбе ұл қызына. Оралы burada менің танысымаған, Ақсемсенің танысқан Құрман бабам, өз еліне ұрпағына домбырасын табыстаған. Армысың аты әйгілі қарағаным, жылуым, қара алтыным, қара наным. Балқаш пен Жезқазғанды екі жаққа, төсіңді сорып жатыр екі жақтан. Аралында құлаған дариясы қазақтың қариясы, сыр бойы қазақшаны қоймасыма немесе дәниясы. Сұл құмның қойнында қазына бар, кісі болса болғаны қазып алар. Шертірмеген осында шежіре бар, тергесіз қазысын жас балар. Кен тауым, қазғыртым, қара тауым, әулие-ата әйгілі Абылтау, арма, оңтүстігім, Бағылдан. О, жетісу, ырысмаған. Барша халық бауырында тыныстаған. Араласы бәрі болып достасып жүр, араласын адамдар туысмаған. Жетісудың байлығын білмек болсан, бірі осы топырағын ақ қараған. Айналайын жетісу, алшағарым. Таста тұнған жаңбырдың тамшысындай, қалай біткен мына көл тау басына. Әлдилеп ақ төсінде білмей тұным, ағайдың ақ мүсінін теппей тұғын. Бұл көлге мылтық алған саятшы емес, тірі жан аяқ басып келмей тұғын. Аққулар аман есен қайтқанынша, суына жетім көлдің шөлдей тұғын. Суымен сырқаттарын емдей тұғын.
Bala жатыр төсекте күйіп жанып, баласының ана отыр күйін бағып. Қай-қайдағы қатыгез сұрқай ойлар, миын қарып барады, миын қарып. Менен баланы аластаңдар, деді дағы жайымен жөнеп кетті. Тұрсаңшы, таяуын алды танатуға, неткен жасы санасы жаратылған, манағы шалдың айтқан сөзі, ұмытылып кетті ме санатынан? Апыр-ай, қалай барам? Атармын аққу құсты қалай ғана, айдырынан аққулар ұйықтағанда, өрген мал, өскен шыша абайлаған. Барлығы қасиетке қарайлаған. Бармаймын, бара алмаймын, қалай барам? Жалғызынан артық па, жалған бәрі. Балам өлсе бақыттың керіне, собан су басып кетсін қалғандарын. Берден сұрап несіне армандадың, құрысын онсыз сенің жанға бағын. Мылықтаке, ақты етті, жалған бәрі. Аққулар, аққу мойын сүмбе қанат, ағансыз тарануда күнге қарап. Айдынының еркелері білмей тұрып, етермін тағдырымды кімге қанат. Шошмай шошап өскен батырларым, ана тұрған шыршаға жақындады. Көзі тұнған бейбағым топ аққуға, білмей қалды мұхиттың атылғанын. Ұю-құю көл маңы асқан кезден, жер айналып тау құлап аспан көшкен. Жаңғырығып жер салып жартастап тұр, жетім көлдің қайғысын бастан кешкен. Тау жаңғырды тамаша құстың әні, қош айтысып көлменен ұшты бәрі. Ұша алмайды ұшпақ боп күш қылады. Жетім көлдің басында жылқы жатқан, дөңге шығып қарт тұрған жылқы баққан. Апыр-ай, бұл күн болды таң сәріде, көргенсіз көл басында мылтыратқан, құстардың зәре-оты шырқыратқан, йығылған қан көздер құлпыратқан. Ей күнсің, жаның бар ма? Аққуды неге тастарың бар ма? Тастарың мылтығыңды келдің бері, кеудеңде жаның бар да. Мана күндіз тәуіп шалып кетіп кетті. Әлде өтірік, әлде шын жөніп кетті. Аққуменен баланы аластандар, деді дағы жайымен жөнеп кетті. Әй бала, болмады ғой. Қасиет кетті көлден, сорлады ғой. Тәуіптің айтқанының бәрі өтірік. Аққамын, ауылға қайт болжаны ғой. Аққамын, ауылға қайт тағаттың да. Білмеймін, бағаттың ба, сораттың ба. Аққулар келіндерде ырым жасап, түн қорыста, қосағында қанықтың ба. Әлек боп, арпалысып сор қайғымен, жоқ ата, жасамадым ондай емес. Жасынан естігенім бардың еді. Әйтеуір аққуды атқан оңбайды. Солай, аманатты Құдайға, қай-қайдағы түседі құрғыр ойға. Өкпе түспе әйтеуір таласуда, өліменен тірінің арасында. Отырғандай жетім көл жағасында, аққу жатыр көзінің шарасында. Өліп жатқан ұлына қарасында, қалсын ана жетім көл жағасында. Жоқ, мен емес, мен атпадым. Кешіре гөр жаратқаным. О қасірет, шашының, сорымның қалыңдығы шашымдай мен. Қасірет. Орнында кел жетім көл жоғалмапты, ортаймапты немесе толалмапты. Жағалауын жауыпты жасыл жалбыз, қасиетті аққулар оралмапты.
көтередім. Қайда кетсем басына ине. Қойшы сәулем, бәрін де көтеремін. Жер гүлі көктен ұрғызып келеді. Саялатып салсам алып денеді. Сол өмірге несіне өкпеледі. Сол өмірге несіне өкпеледі. Ал өмір оны сыртқа тепкен еді. Қайғырмаймын, жырым ғой, жазылмаған күрсінткені болмаса тепкен. Ей бауырым, неге сонша сарғайдың? Қапалансам менің дағы бар қайғым. Мен жұртыма мұңымды емес жырымды, қуанышым шаттығымды арнаймын. Қайғымды неге керек бір бастың? Елім барда есеңгіреп тұрмаспын. Күндер маған көлеңкесін түсірсе, халқыма келіп мұңымдай тынымсыз. Поэзия, неге етсің? Сен сезесің бе, неге іздедің? Алауратқан қайтардан сен іздедің. Алауратқан таулардан сен іздедің. Сен іздедің кездескен адамдарды. Орғандардан, бағдардан, алаңдардан. Шырақтардан, ұлттардан, жыраулардан. Сен іздедің адасқан замандардан. Ей өлең, маған деген еншімедің, бой жазайын қасыма кетші менің саған шамалы жақсылығым, сен де маған әрине көншімедің. Келші, маған кешетші алданышым, кешетші атам абай арбақшым. Бештегі ұямды қоя тұрмын, тіршілікке керексің, ардақшым. Отырғаным қарашы, қайда кеттің? Ол муза күлімші. Аузымда сәтінен жерленеді. Қаңыраған кемесін сезінеді. Мұздатады жанымды күлімдері. Желіледі желпініп көріп кеудем. Серігім, қайдасың сен сеніп кеткен. Дәптер тапыр қарап аударылмай шынымен қалманмай. Ойдан жатырсың, жойт көтермей. Тұғындар болған қорғасыз қалдармай. Қамысты шалқанмай. Күтемін, сенен жүрген. Қисар маған бетке сен жүрген. Оңыза, қайда, келдің. Тағдырыма тура келген серігім. Мен бейбаққа сыйлады екен сені кім. Шар басында шаңырағым сен тұрсың. Басқалардың барлығынан жердім. Ауырлықтың көтердің ал көбін сен. Қуат алдым, келіп сенен жеңілсем. Сен жер болдың, нөсер болып төгілсем. Шу боласың, қарабық болып көрінсем. Дос болам десең, досыңды сыйлап қымбаттым. Досыңа сонда, досыңмен ғана қымбатпын. Дос болам десең, мендегі доспен достасын. Сендегі доспен дос болып сонда тұрмақпын. Достарым көп пе, абырау неткен жақсы едің. Достарым аз менің, досым-ау, тапшымын. Достарыммен достастыр, мен асылым. Достастыр мені, болайын құлым, нақ сенің. Қандай рахат, кемшілікті, үйік достар күнде өсті, ренжудеген білместі. Бауырларым, арамызға бізді қайдан келді кесті. Жүруші едік қой, мұңыз бірге арманда жүріп, келдік қой осы арманға. Көзді ашып, қарайын атар таңдарға. Құрметті оқушылар, құрметті осы ашық сағатты ұйымдастырып отырған Меруерт Махамбетовна, сізге көп рахмет. Мұқағали Мақатаев бұл ғасыр ақыны әрине. Мұқағали Мақатаевтың әрбір жыры әнге арналғандай. Себебі жаңа кім Бақжан айтып кетті бір әнін. Мұқағали Мақатаевтың көптеген әндері бар. Яғни айтқанда Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған көптеген әндер бар. Жаңағы Мақпал Жүнісов айтатын Дариға домбыраны берші маған деген, не болмаса Фариза қызға арналған әні бар, көптеген әндері өте көп. Сондықтан да қазір осы
тәрбие сағатын өте отырып Мұқағалидың кім екенін, қандай ақын екенін және Мұқағалидың жырларын өздері жүректерінен шыға орындап, осы класстың есінде Мұқағали қалады деген жаңағы ниеттеміз, яғни айтқанда. Себебі әрбір тәрбие сағатын өткен кезде ол оқушылардың жүрегінде мәңгіге қалады. Осы сынып сағатында рөл ойнап жатыр, жаңа көрініс көрсетіп жатыр, би билеп, ән айтып жатыр, Мұқағалидың жырларын мәнерлеп оқып жатыр. 8-ші А сынып оқушыларына көп рахмет. Осының барлығын дайындаған Ербол апайымызға да үлкен алғысымызды